Сәлем балалар, 2 сынып математика сабағы 106 сабақ 2 немесе 3 амалдан тұратын әріпті өрнектер тақырыбы. Бірінші тапсырма. Өрнектерді оқы. 4 пен А-ның көбейтіндісін 2-ге бөлу. 21-ден азайтамыз С мен 3-тің көбейтіндісін. 3 пен 5-тің көбейтіндісін Х-қа қосамыз. 12 мен 18-дің қосындысын В-ға бөлу. 9-ға қосамыз 3 пен В-ның көбейтіндісін. А мен 5-тің көбейтіндісінен азайтамыз 9-ды. Екінші тапсырма. Өрнектерді жаз және олардың мәнін тап. Екінші А тапсырма. Бұл жердегі А 4-ке тең, ал С 3-ке тең. 4 пен 5-тің көбейтіндісін қосамыз 5 пен 1-дің бөлінісіне. Өрнектің мәні 25-ке тең болады. Екінші Ә тапсырмасында 3 пен 4-тің көбейтіндісінен азайтамыз 32 мен 4-тің бөлінісіне. Өрнектің мәні 4-ке тең болады. Екінші Б тапсырмасында 2 мен 3-тің қосындысын 24 пен 19-дың айырмасына көбейтеміз. Өрнектің мәні 25-ке тең болады. Екінші В тапсырмасы 100 пен 64-тің айырмасын 1 мен 3-тің қосындысына бөлеміз. Өрнектің мәні 9-ға тең болады. Үшінші тапсырма. Сызба бойынша есеп құрастыр. Есептің шешуін әріпті өрнек түрінде жаз. Шарты. Кеше А килограмм, бүгін белгісіз, кешегіге қарағанда 3 есе кем килограмм алма келінді. Барлығы қанша килограмм алма келінді? Шешуі. Ең алдымен бүгінгі әкелінген алманың санын тауып аламыз. Жақша ішінде А бөлінген 3, жақша сыртында қосылған А. Төртінші тапсырма. Теңдеулерді шеш. Х көбейтілген 3 тең 27-ге. Бұл жердегі Х-ті табу үшін көбейтіндінің мәнін көбейткішке бөлеміз. Х 9-ға тең болды. Ал енді Х-тің бастапқы мәніне 9 санын қойып теңдеуді тексереміз. 9 көбейтілген 3 тең 27-ге, 27 тең 27-ге болады. Келесі теңдеу. В бөлінген 3 тең 6-ға. Бұл жердегі бөлінгішті табу үшін бөліндінің мәнінен бөлгішті көбейтеміз. 6 мен 3-тің көбейтіндісі 18-ге тең болады. Ал енді В-ның бастапқы мәніне 18-ді қойып теңдеуді тексереміз. 18 бөлінген 3 тең 6-ға, 6 тең 6-ға болады. Келесі теңдеу. А қосу 29 тең 5 қосу 40. Бұл жерде ең алдымен теңдіктің оң жағындағы өрнекті орындап аламыз. А қосу 29 тең 45. А-ны табу үшін қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайтамыз. А тең 45 азайтылған 29. А тең болады 16-ға. Ал енді А-ның бастапқы мәніне осы 16 санын қойып теңдеуді тексереміз. 16 қосу 29 тең 5 қосу 40-қа. 45 тең 45-ке. Демек теңдеуіміз дұрыс шықты. Бесінші тапсырма. Тапсырманы орында. Қосындыны көбейтіндімен алмастыр. Бұл жерде S қосу S, қосу S, қосу S, қосу S және қосу S. Бұл қосындыларды көбейтіндімен алмастырып көрейік. S көбейтілген 6 түрінде жазылады. Келесі тапсырма. Көбейтінділерді қосындымен алмастыр. 24 көбейту 3 санын қосындымен алмастырып көрейік. 3 24-тің қосындысы түрінде жазылады. В көбейтілген 5 өрнегін қосынды түрінде жазатын болсақ, 5 В-ның қосындысы деп жазылады. Келесі өрнек 100 көбейтілген 5 өрнегін қосындымен алмастырсақ, 5 100 санының бір-біріне қосындысы түрінде жазылады.
Алтыншы тапсырма. Ұзындығы 21 бөлінген А сантиметрге тең кесінді сыз. Мұндағы А 7 мен 3-ке тең болады. Балалар, ең алдымен А-ның орнына тиісті сандарды қойып, теңдігімізді шығарып алайық. 21-ді 7-ге бөлсек 3 шығады. Ал 21-ді 3-ке бөлгенде 7 шығады. Демек, бізге ұзындығы 3 сантиметр және 7 сантиметрге тең болатын кесінділерді сызу қажет. 7-ші тапсырма. Салыстыр. 26 азайтылған 19 саны кем болады 7 мен 4-тің қосындысына. 51 бөлінген 1 тең болады 57 азайтылған 0-ге. 36 қосу 8 кіші 45-тен. 1 көбейтілген 23 тең 23 бөлінген 1 санына. 8-ші тапсырма. Амалдардың орындалу ретін анықтап, дептерге көшіріп жаз. Бұл жердегі А 5-ге тең, X 19-ға тең, В 9-ға тең, С 18-ге тең деп аламыз және өрнектердің мәнін табамыз. Бірінші өрнек 11 азайту 2 көбейтілген А. Бұл жердегі А-ның орнында 5 деген сан бар. Демек, ең алдымен көбейту амалы орындалады. 2 мен 5-тің көбейтіндісі 10-ға тең. 11 санынан 10-ды азайтқанда өрнектің мәні 1-ге тең болады. Келесі өрнек. Жақша ішінде 9 қосу X-тің орнында 19 саны бар. Және бөлінген 4. Ең алдымен жақша іші орындалады. Жақша ішінен 28 саны шығады. 28-ді 4-ке бөлгенде өрнектің мәні 7-ге тең болады. Келесі өрнек 9 көбейтілген 2 азайту В. Бұл жердегі В 9-ға тең. Ең алдымен көбейту амалы орындалады. 9 бен 2-ның көбейтіндісі 18-ге тең. 18-ден 9-ды алсақ, өрнектің мәні 9-ға тең болады. Келесі өрнек 36 азайтылған S. S 18 бұл жердегі және бөлінген 2. Ең алдымен бөлу амалы орындалады. 18 2-ге бөлсек, өрнектің мәні 9-ға тең болады. 36 санынан 9 санын азайтқанда, өрнектің мәні 27-ге тең болады. Ойлан тап. 9-шы тапсырма. Сәуле атасынан сіз неше жастасыз деп сұрады. Атасы, егер менің жасымды 7 есе кеміткенде шыққан санды 7-ге кемітсең, 3 шығады деді. Менің жасым нешеде екенін өзің таба ғой. Сәуленің атасы неше жаста? Балалар, есептеп көрейік. Ең алдымен қандай санның 7-ге кеміткенде 3 шығатын тауып алайық. Ол үшін 3 пен 7 сандарын қосамыз. Қосындының мәні 10-ға тең болады. 10-ды 7 есеге арттырамыз. Өрнектің мәні 70-ге тең болады. Енді атаның сөзін сәйкестендіріп көрейік. 70 санын 7 есе кеміткенде 10 саны шығады. 10 санын 7-ге кеміткенде 3 шығады. Демек, атаның жасы 70-те. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар. Және осы каналға тіркеліп алыңдар.